Жақсы әліпби тілге шақ болу керек. Өлшенбей тігілген о жер бұ жер, бойға жуыспай, қолбырап, солбырап тұрған кең киім сияқты артық әріптері көп әліпби де қолайсыз. Бойыңды қысып, тәніңді құрыстырып, тырыстырып тұрған тар киім сияқты әрпі кем әліпби қолайсыз болады. Ахмет Байтұрсынұлы. Көптеген халық үшін жазу ұлттық мәдениет пен бірегейлікті танытқан маңызды элементтердің бірі екенін тарих дәлелдеді. Бірқатар ұлттың, соның ішінде Түркияның тәжірибесі көрсеткендей, жазуды ауыстыру бірегейліктің ауысуына шешуші себеп болды. Сондықтан жаңа ұлттың әліпбиге негізделген жаңа графика ескіліктің кері әсері мен кеңестік отаршылдықтың салдарынан етек жайған бодандық сана түсінігінен арылуға, заманауи жаңаша ойлау жүйесінің қалыптасуына нақты түрткі жайт болары сөзсіз. Кеңестік тоталитарлық саясаттың салдарынан қазақ тілін тұтынушылардың санасында кирилл әліпбиіне негізделген, қазіргі қазақ жазуында орыс тілінен енген кірме сөздерді еш өзгеріссіз қабылдау және өзіндік айтылым нормасына бейімдеу сияқты теріс түсінік қалыптасты. Жаңа графикаға көшу жобасы осы мәселені шешіп, өзге тілден енген кірме сөздердің тілге бейімделу тетігін өз күшіне енгізуі тиіс. Оның нәтижесі қазақ әдеби жазба тілінің ұлттық негізде дамып, мәдениетінің қайта өркендеуіне септігін тигізбек. Сондықтан да жаңа әліпби негізіндегі қазақ тілі емлесінің ережелерінде шет тілдік сөздерге ерекше назар аударылған. Енді бұл жерде шет тілдік сөздерді жаңа ережеде, кириллшеде жіңішкелік белгісі, айыру белгісі, ш, ю, я, ц әріптері бар сөздер қалай жазылады? Осыған байланысты бірнеше тараулар арналды. Айталық, мысалы, ю әрпі. Бұл дауыссыздардан кейін ө әрпімен беріліп отырды. Оған назар аударатын болсақ, міне валюта, компьютер деген сөздеріміз ө әрпімен беріліп отырды дауыссыз дыбыстардан кейін. Бұл қазіргі латын графикасына өткендегі ең басты емле ережедегі жаңалықтардың бірі болып есептеледі. Қазақстан Республикасы президентінің жарлығына сәйкес әзірленген жаңа әліпби негізіндегі қазақ тілі емлесінің бұл жаңалығы қазақ тілінің айтылым заңдылығына сәйкес жасалып отыр. Ғалымдардың пікірінше, дәл осылай шет тілден енген кірме сөздерді жаңа әліпби арқылы қазақ тіліне бейімдеу мүмкіндігі туындап отыр. Тіл мамандарының жаңа өзгеріске қатысты мысалдары жетерлік. Осы жерде альбатрос деген сөзге келетін болса, жіңішкелік белгісі түсіріліп жазылып отыр. Енді жіңішкелік белгісі түсірілгеннен кейін оның қызметін қандай дыбыс атқарады десек, бұнда жіңішкелік белгісінің орнына жіңішке әрпін алып отырмыз. Неге дейтін болсақ, себебі қазақ тілінде мына дауыссыз дыбыстар дауысты дыбыстардың арқында жүреді. Осыған сәйкес, міне жіңішкелік белгісі түсіріліп, оның орнына жіңішкелік мына әрпі алынып, альбатрос сөз бүтіндей жіңішке айтылып кетіп отыр. Бүгінгі таңда елінің болашағын ойлаған әр азамат, зиялы қауым өкілдері, әртүрлі мамандық иелері латын қарпіне қатысты өз көзқарастарын білдіріп жатыр. Әліпби өзгертуді бұрынғы кирилл әріптерін латын әріптерімен ауыстыра салу деп түсінетіндер де жетерлік. Алайда байқағанымыздай, латын графикасына негізделген қазақ әліпбиін жасау ісінде тіліміз дыбыс жүйесіндегі төл дыбыстар мен өзге тілден енген кірме дыбыстарды жеке-жеке қарастырып, әр қайсының өзіндік ерекшеліктерімен жазу барысында туындайтын әртүрлі заңдылықтары ескерілмек. Кешегі кеңестік жүйенің саясаты қазақ тілі дыбыс жүйесінде жоқ орыстың ю, я, йо, в, х, ч, ц және жуандық жіңішкелік белгілері секілді әріптерін әліпбиімізге еріксіз енгізгені баршамызға аян. Онымен қоймай, әліпбиіміз кирилл жазуына басқа тілден енген өзге сөздерді де орысша қалай айтылып жазылса, қазақ тілінде де солай қолданылуы керек деген талап қойылды. Сөйтіп, тіл тазалығы сол кезеңнен бастау алып, жат дыбыс тіркестері де еш кедергісіз еніп, тіліміз шұбарланып, ұлттық бояуы мен өзіндік реңін жоғалтуда. Сондықтан
латын әріптері негізінде жасалған жаңа әліпби талай олқылықты жоятынын түсінгеніміз абзал.